Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қазфильмс. Бүгін мен сіздерге «Плохая училка» фильмін қысқаша баян етіп беретін боламын. Таныс болыңыздар. Бұл біздің басты кейіпкер мұғалім болады. Оның есімі Элизабет болатын. Ол мектепте бір жыл бойы мұғалім қызметін атқарып келген болатын. Және де ол өз қызметіне шаршап жұмыстан босатылуға деген ниеті де бар болатын. Негізінде бұл әйел өзінің жұмысынан шаршаған жоқ. Ол тек ақшаларды жақсы көреді. Сол себепті өзінің жұмысын тастап, ол қалталы жігітке тұрмысқа шықпақшы болып жатқан болатын. Ол асыққан сонша мектептің автобусына соғылып қала жаздайды. Ол кетіп бара жатып оқушыларға «Қош болыңдар, ешектар» деп айғайлап кетеді. Ол үйіне келеді және де күйеуіне жақсылап дайындалуын өтінеді. Мен оған керемет жасап берем деп айтады. Сол кезде ол келсе, күйеуінің жанында оның анасы отыр екен. Оның сөзін барлығы естіген болатын. Күйеуі бірден ақылдасуға кіріседі. Өйткені ол әйел бір айда күйеуінің әмиянынан 16.000 теңгедей жұмсап тастаған болып шығады. Күйеуі болса оған тек менің байлығым үшін ғана сен тұрмысқа шыққансың деп ашық бетіне айтады. Тіпті ол жігіт оның жақсы көретініне күмәнмен қарайтынын айтады. Бірақ Элизабет болса оған оны қатты жақсы көретінін айтады. Сол сәтте жігіттің мамасы қыздан оның туған күні қашан екенін сұрайды. Ал қыз болса бұған жауап бере алмай басы қатып қалады. Сөйтсе жігіттің бүгін туған күні болып шығады. Ал қыз болса бұдан мүлдем хабарсыз болып шығады. Сонымен ол жігіт осымен арақатынасын тоқтатайық дейді. Ақыры 3 айдан кейін өзінің мұғалім жұмысына қайтадан оралады. Мектепке келіп еді, оның бұрынғы коллегасы алдынан шығады және де одан не үшін ажырасқандарын сұрайды. Сол кезде Элизабет жігіттің басқа қызбен ұстап алғанын айтады. Элизабет жалғыз отырған сәтінде кабинетіне бір әйел кіріп келеді және де оған бірге обед ішіп келуін ұсынады. Және де олар тоқбасар басу үшін осы жерге келеді. Және де екеуі сөйлесіп отырған сәтінде Элизабет оған: мұғалімнің жұмысы негізі қызықсыз, мен жай ғана бай еркекке тұрмысқа шығып алып ешқандай жұмыс істемей соның байлығымен өмір сүргім келеді деп ашығын айтады. Және де ол кеудесін үлкейтіп барлығының көзі түсу үшін өзіне операция жасауға кіріспекші екенін айтады. Ол тіпті өзінің жұмысына оралғанымен жұмысын толық атқармайды. Ол жай ғана мектепке келеді да оқушыларға кино қосып беріп өзі ұйықтауға кіріседі. Элизабет шай ішіп отырған кезінде оған дене шынықтыру мұғалімі келіп оған және мұңаймауға кеңес береді. Сол кезде Элизабет ол жігітті басқа қызбен ұстап алғанын айтады. Оны естіген жігіт оны кездесуге шақырады. Ал қыз болса бұған пысқырып та қарамай оны бас тартады. Кейін Элизабеттің жанына оның іші тар долы коллегасы келіп одан шынымен де оқушыларға сабақ өткізгеннің орнына кино көрсетіп жүрсің бе деп сұрақ қояды. Элизабет әрине жоқ деп жауап береді. Және де диалогты аяқтап осы жерден кетіп қалады. Элизабет кетіп бара жатқан жерінде жолдан жаңадан келген ұстазды жолықтырады. Оның аты Скотт Делакорт болатын. Элизабет оны бай отбасынан екенін білгеннен кейін одан айналшықтап шықпай қояды. Бірақ оның бір қызы бар болатын. Ол жігіт қызының әдемі суретін көрсетеді. Элизабетке осыдан кейін кеудесін үлкейтуге шешім қабылдайды. Және де ол клиникаға келеді. Клиникадан одан $9,030 сұрайды. Бұны көрген Элизабеттің көзі бақырайып шошып кетеді. Ол өзінің барлық таныстарынан қарызға ақша сұрап шығады, бірақ ешкім оған бермей қояды. Кейін Элизабет оқушылардан өткен жылы машина жуудан $6,000 тапқанын естиді. Бұны естіген Элизабет аңқиып қалады және де ол тым ашық киініп көп ақша табу үшін машина жууға кіреді. Бұл ойы жүзеге асып, ол $10,000-дан астам ақша тауып үлгереді. Біраз уақыттардан соң мұғалім мен ұстаз екеуі тұрған болатын. Сол кезде Скотт оған Эмми есімді қыз ұнап қалғанын айтады. Бұл Элизабеттің көңілін түсіріп жібереді. Қойылым кезінде Скотт сахнаға шығып Эммиді қалай жақсы көретінін айтады. Элизабет бұған іші жанып тұрған болатын. Эмми деген айтпақшы естеріңізде болса, Элизабеттің коллегасы болатын. Ақыры экзамен болатын күнде келіп жетеді. Элизабет Эммиден қалып қалмау үшін бір қулық ойлап табады. Ол оқушыларға кім экзаменде көп бағалады, сол үлкен көлемдегі ақша ұтып алады деп оларды осылайша алдау сұратады. Элизабеттің бұл ойы сәтті іске асады. Тіптен ол Эммиден асып қана қоймай, штат бойынша рекорд орнатады. Ең көп балл жинаған осы Элизабеттің оқушылары болып шығады. Эмми бұған іші жанып, іші күйіп түйе теуеді. Ал осыдан кейін Эмми болса оқушылары тым төмен баға алып қалады. Осының кесірінен ол мектептен шеттетілген болатын. Элизабет пен Скотт екеуі экскурсияға бармақшы болады және де бұл Элизабетке үлкен мүмкіндік болатын. Және Элизабет әдейі ойнап жатқан болып дауысын бейнетаспаға жазып алады және де оны Эммиге жібереді.
бастады. Осыдан кейін Эмми тырнақ астынан кір іздеп Элизабетке күмәнмен қарайтын бола бастайды. Өйткені ол Эмми оқушыларды қалай үздік баға тауысқанына таңғалған күйі оны іздеумен болады. Эмми Элизабеттің кабинетінен сұрақтардың жауабын тауып алады және де Элизабет оны біреуден алып алған болып шығады. Эмми полиция қызметкерін шақырады және де Элизабет одан қалай сұрақтардың жауабын алып алғанын айтады. Бірақ сұрақтардың жауабын алып алған адам оны Элизабетті мүлдем көрген жоқпын деп жауап береді. Сол сәтте Элизабет полиция қызметкеріне біздің мектепте бір нашақор адам бар екенін айтады және де мектепті полициялар мұқият тексеріп шыққан кезде полициялар тексеріс нәтижесінде Эммидің кабинетінен наша тауып алады. Бұны Элизабет әдейі жасырып қойған болатын. Осылайша ол жұмыстан босатылады мәңгілікке. Осылайша Эмми барлығымен қоштасады. Күтпеген жерден дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Элизабетке сөз салады және де екеуі осылайша қосылып кетеді. Осылайша Элизабет ары қарай өзінің жұмысын атқара береді. Осылайша фильм өз мәресіне жетеді. Егер де сіздерге менің баяндамам ұнайтын болса, арнама кіріп басқа да видеоларымды қарап кетсеңіздер болады. Каналымда өте қызықты видеолар бар. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Каналыма кіріп басқа да видеоларымды қарап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Қазфильмс. Келесі жүздескенше.